Сотня воспоминаний. Үшінші серия. Кездесуге Йонро уайымдап әрен дегенде келіпті. Оның үстіне онда Джепилді көріп тіпті бір түрлі болып қалады. Солай барлығы бір-бірімен таныса бастайды. Тек Джепил ғана үндемей бақылаумен болады. Бұлардың свиданиялары қызық екен. Қыздар өздерінің бір заттарын қойып, жігіттер болса сол заттың біреуін таңдап, өздеріне жұпты солай таңдайды екен. Солай Джепилдің досына Чонхи түсіп, Джепилға Йонро түседі. Джепилдің досы Чонхидің мінезін көріп қорқақтап қалыпты. Ол негізі Йонроны таңдағысы келген екен. Сосын төртеуі сырғанақ тебетін жерге келеді. Йонро конькимен жүре алмайды екен. Қолап бара жатқанда оны Джепил ұстап қалады. Сол кезде Джепил оны есіне түсіргендей болады. Бірақ Йонро оны жасырып, бұрын сонды ешқашан көріспегенбіз дейді. Джепил оның шешіліп қалған бауын байлап, Йонроның көзіне одан сайын джентльмен болып көрінеді. Чонхи болса конькимен мықты жүреді екен. Ол өз-өзімен рахаттанып, зырғытып жүреді. Сол кезде оған басқа жігіттер келіп тиісе бастайды. Йонро оны қорға бір қатты затты әлгі жігіттерге қарай лақтырып жібереді. Солай барлығы шуылдап, бәлен адам болып олардың соңынан қуа жөнеледі. Төртеуі олардан қашып құтылып бір дамханаға келеді. Сол кезде Джепилдің досының көзіне Йонро одан сайын сүйкімді болып көрінеді. Кейін қыздар уақыттың кеш болғанын байқап асығып дәмханадан шығып кетеді. Жігіттер болса түсінбей отырып қалады. Йонро мен Чонхи автобустың тұрағына келгенде Хеджа мен бір жүргізушінің автобуста жеке отырғандарын көріп қалады. Сосын олар бөлмелеріне келгенде сондарынан Хеджа да көңілді болып келеді. Қыздар оның жұмсақтығын көріп аң-таң болады. Түнде Йонро Джепилді ойлап ұйықтай алмай жатады. Тіпті таңертең де ол қыздарды естімей басқа ойда отырады. Хеджамен бірге көрген жүргізуші құсқұмар екен. Хеджаның құрбысына да қырындап, оған да өзінің жылы сөздерін айтады. Джепилдің тренері өзінің жаттықтыру залына ешкімнің келмей қойғанын, ары қарайда солай жалғаса берсе залды жауып тастайтынын айтады. Солай олар залды жарнамалау үшін жарыс ұйымдастыратын болып шешеді. Сосын досы Джепилді Йонро оқитын мектепке бірге алып келеді. Оларды Йонро мен Чонхи көріп түсінбей қалады. Олар алдында өздерін формамен көрсеткесін оларға бара алмайды. Яғни тегін оқығасын оларға форма берілмейді екен. Олар басқа қызға айтып, Йонро мен Чонхиді жарысқа шақырады. Содан қыздар Джепил Йонроны ұнатып қалды деп ойлайды. Содан кейін Йонро сабақта да тек Джепилді ойлаумен болады. Кейін оны құрбылары жарысқа әдемілеп дайындап, солай ол Чонхи екеуі сонда келеді. Джепилдің досы Санчхоль бірінші болып бокстасады. Оның қарсыласы оны нокаутпен жеңіп тастайды. Олардан кейін Джепил шығады. Джепил жеңіліп жатқанда Чонхи өзін біреудің ұрып жатқанын есіне алып, рингқа шығып жетер деп айғайлап жібереді. Барлығы оған түсінбей қарап қалады. Кейін Джепил одан не үшін олай істегенін сұрайды. Ол болса, мен сені өліп қалады деп қорықтым дейді. Содан кейін Джепилдің ойынан Чонхи кетпей қояды. Йонроның анасы өзін жайсыз сезініп қолап қалады. Йонро оны ауруханаға апармақшы болып такси күтіп тұрғанда, оған Джепил тоқтайды. Солай олар ауруханаға келіп, Йонроның анасына ота жасалады. Ол құлағаннан кейін іштен қан кетіпті. Ота сәтті аяқталып, осы уақытқа дейін Джепил Йонроның қасында бірге болып оған қолдау көрсетеді. Солай Йонро олардың кездейсоқ 3 рет кездескендерін тағдыр деп түсінеді. Бірақ сол кезде Джепил одан Чонхи туралы сұрап, оған берсін деп бір қағазды ұсынады. Йонроның болса көңіл күйі күрт өзгеріп кетеді. Солай 3-ші серия аяқталады. 4-ші серия. Йонро анасын қарауға бірер күндерге жұмыстан сұранады. Оның орнына құрбылары жұмысқа шығатын болып шешеді. Йонро Джепил берген қағазды Чонхиға бермей ойлану үстінде болады. Келесі күні ол үйіне бауырларын қарауға келгенде онда Чонхи жүреді.
Ол кір киімдерді жуып, балаларға қарап, солай Йонроға көмектеспекші болыпты. Солай Йонро оның жақсылығын көріп, ақыры қағазды оған береді. Өзі болса Джипилді ұнатпағанын, тек оған ұнаймын деп ойлап қалғанын айтады. Чонхи, менде жігіт жайлы ойлайтын уақытым жоқ деп қағазды жыртып лақтыра салады. Джипил мен Санчхоль Йонроға ауруханаға келеді. Джипил одан Чонхи туралы сұрап, оның қазір біреумен кездесіп жүретін уақыты жоқ екенін біледі. Яғни хатта ол өзінің нөмірін қалдырып кездесуге ұсыныс білдірген екен. Айтпақшы, сіздерден кешірім сұраймын. Догу мен Йонроның ағасы бір адам емес екен. Догу ол жай ғана боксшы, ал Йонроның ағасының аты Йонсик екен. Екеуі шынымен бір-біріне қатты ұқсайтын секілді болып шатастырып алыппын. Сөйтіп Йонсик қарындасы мен інісін жалғыз қалдырып Джипилға сабақ беруге барғысы келгенде, Джипилдің өгей анасы оларды өз үйіне алып келеді. Олар үлкен үйге аң-таң болып, олардың берген тамақтарын бәрін түк қалдырмай жеп қояды. Йонро ойлана келе Джипилға оқуына келіп сезімін білдірмекші болады. Джипил болса сабақтан ерте кетіп қалып, Чонхидің үнемі келетін дамханасына келіп, оны күтіп отырады. Сөйтіп Чонхи келіп, Джипил оған бүгінгі туған күнінде бірге тамақтанайық деп ұсыныс білдіреді. Йонро болса Джипил болмағасын Санчхольмен тамақтанып отырады. Ол одан тек Джипил жайлы сұраумен болады. Джипил мен Чонхи тамақтануға келеді. Сол кезде Чонхи байқамай Джипилдің киіміне шырын төгіп алады. Сосын оған туған күніне деп киім сатып әпермекші болады. Сөйтіп олар Джипилдің әкесінің дүкеніне келеді. Сонда ол әкесін көріп тығылып қалады. Солай Чонхи оның Джипилдің әкесі екенін және бүгін Джипилдің туған күні емес екенін біледі. Сол кезде Джипил оған өз сезімін білдіреді. Чонхи болса ойланып қалады. Кейін ол Йонроға Джипилмен кездескенін, демалыс күндері ол тағы да кездесуге шақырғанын айтады. Солай Йонромен ақылдасып, Джипилға қоңырау шалып кездесуге келіседі. Келесі күні Джипилдің оқуына баратын автобусы сынып қалып, ол 100-ші автобусға мінбекші болады. Сол кезде Чонхиді көріп қалады. Чонхи болса оған кондуктор екенін кездескенде айтпақшы болып жүрген екен. Солай екеуі бір-біріне қарап қалған кезде Йонро да сол жерге келіп қарап тұр екен. Осы жерден 4-ші серияда аяқталады. 5-ші серия. Чонхи Джипилді көріп не істерін білмей қашып кетеді. Джипил оның соңынан қуып бірақ жоғалтып алады. Оның орнына Йонро кондуктор болады. Оны да сол кезде Санчхоль көріп қалады. Келесі күні Джипил Чонхиға жұмысына келеді. Ол Чонхиға маған сен кондукторсың ба, оқу оқисың ба, бәрібір дейді. Чонхи болса маған бәрібір емес, енді мені іздеме дейді. Солай Джипилдің көңіл күйі түсіп кетеді. Чонхидің ағасы оның кондуктор екенін біліп қалып, ол жұмыс істейтін жерге келеді. Йонродан оны танисың ба деп сұрағанда, Йонро бірдеңені сезгендей, оған танымаймын деп жауап береді. Сосын Чонхиға оны біреу іздеп жүргенін айтады. Чонхи оны естіп, заттарын жинап басқа жаққа кетпекші болады. Солай Йонро екеуі ақылдасып, Йонро оны өз үйіне алып келеді. Чонхи пысық екен. Йонроның анасына үй шаруасына көмектесіп, балаларға да қарап жүреді. Бірақ оның ағасы Хеджа мен құрбысының ол жайлы айтып жатқанын естіп қалады. Чонхи өзі де жұмысқа қайтып келуге шешім қабылдайды. Сол кезде ағасы келіп оған бас салады. Йонро оны құтқарып қалып, автобуспен екеуі қашып кетеді. Ағасы сондарынан қуып жетіп алып, оған тиісіп жатқанда, Джипил оларды көріп қалып, Чонхиді құтқармақшы болады. Солай барлығын полиция ұстап алады. Чонхидің ағасы құмар ойындар ойнап, Чонхидің барлық ақшасын құртып жіберіпті. Чонхи кейін одан тығылып ақша ұрлап қашып кеткен екен. Ағасының басқа да бір істерге қатысы болып, полиция оны қамап қояды. Солай барлығы бөлімшеден шығып, Джипил Чонхиға қолдау білдіріп,
Tüm bolmasa do'ssin boluğa ruxsat etişi deydi. Kelesi günü barlığı imtihan tapsırıp, odan keyin 4 yıl bolup qidiruğa şıgadı. Sol kezi Yonro Jipilga erekşe qamqor bolup saçxol onu körüp oylanıp qaladı. Bir kezde jawın jawıp Jipil men Yonro jeki, Chonhi men Sanchxol jeki bir jerde oturup qaladı. Sol kezde Yonro Jipilga özünün sezimin bildirgisi gelip oylanıp oturadı. Birak oğan batılı jetpeydi. Keyin Chonhi Jipil'den Yonro'dağı sülgüsün körüp kalıp barlığın tüsüngendey boladı. Yani Yonro'nun Jipilga sezimi bar ekenin. Yonro bolsa avtobusga bälen adamды sıydıramın dep özü jerge qollap tüsedi. Solay 5. seriyada ayaqtaladı. Arı qaray ne bolatının bölü üçün kanalımızga tirkelip videolarımızды жіберіп almanızдар.